Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын сүзбе қосылған печеньенің рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Ең алдымен печеньеміздің қамырын дайындаймыз. Ол үшін електен өткізілген ұнның үстіне разрыхлителімізді және тұзымызды саламыз. Одан кейін бөлме температурасындағы сары майды салып, крошка жасаймыз, яғни ұнтақтап аламыз. Және де бөлек ыдысқа қаймақты жұмыртқаның сарысын, қантты қосып, өзара араластырып, ұнымыздың үстіне қосып, қамыр илейтін боламыз. Барлық құрамын, яғни ингредиенттерімен төменге описание бөліміне қалдырып кететін боламын, сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Дәл видеодағыдай алдымен лопатканың көмегімен араластырып, одан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Оны салафанға салып 15-20 минутқа демалдыратын боламыз. Ал қамырымыз демалғанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін творог қажет болады. Творогтың үстіне қантты, қаймақты саламыз және де бір жұмыртқаның ағын пайдаланамыз. Сарысын қамырға пайдаланған болатынбыз. Ендігі кезекте қалауларыңыз бойынша ванилин қосып, барлығын араластырамыз. Құрметті қыз-келіншектер, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді немесе сұрақтарыңыз болса қалдырып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде оқып, жауап беретін боламын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Ал қамырларымыз шамамен 15-20 минуттай демалды. Енді осы қамырды екі бөлікке бөліп, видеодағыдай жаямыз. Және де осындай құралмен, немесе егерде бұндай құрал болмаған жағдайда кесемен дәл видеодағыдай қамырымызды бөліп аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы шамамен 1-2 сантиметрдей болады. Енді осы қамырлардың ортасына салмамызды салып, дәл видеодағыдай бетін жауып дайындаймыз. Ал осы аралықта міндетті түрде духовкаларыңызды қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Барлық печеньелерімізді дайындап алғаннан кейін арнайы противеньге салып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған 180 градус пеште 20-25 минут шамасында пісіріп аламыз. Жасалуы өте оңай әрі жылдам дайын болады. Бастысы қарапайым үйде бар заттардан жасалатын дәмді печенье. Сондықтан да міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Отбасы мүшелеріңізге ұнайтынына сенімдімін. Печеньелеріміз пісіп шықты. Енді үстіне қант ұнтағын сеуіп, шайға ұсына берсеңіздер болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Айнұр. Алдағы уақытта мен сіздермен бұдан да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Тіркелуді ұмытпаңыздар.